Есенсіздер ме қымбат көрермен, Астана аспанында қонақта бүгін Вайнер Ақсұлтан. Ассалаумағалейкум. Қайырлы кеш. Жақсы, аман есен. Өздеріңіз? Жақсы, шүкір. Бүгін сені осы студияда өзіміздің бағдарламамызда көргенімізге бек қуаныштымыз. Жұмыстарың, отбасың бәрі аман есен бе? Жақсы, аман есен. Бәрі күшті. Жалпы айтшы, үйленгеннен кейін сұхбат бердің бе? Үйленгеннен кейін бірінші сұхбатты беремін. Бірақ сахна күйге ұмытып кетіп, негізі бағана асығыс жүріп, бірақ негізі мына жерде бар деп ойлай бердім. Сол енді сен үйленгеннен кейін бірінші сұхбат болғаннан сұрайыншы, жалпы үйленген қалай екен? Күшті екен. Өзгереді көп нәрсе, баста өзгереді біраз. Негізінен меніңше өмірдің толыққанды бір бейнесі келеді. Және үйленбеген адам мен үйленген адам мына жақта біраз демо өмірде өмір сүретін сияқты. Барлық бүкіл картинаны яғни көру үшін сен үйлену керексің. Кейін сен өмірдің толық нұсқасына кіретін сияқтысың. Енді отбасылы болғаннан кейін жалпы не өзгерді күнделікті күн тәртібіңде? Күн тәртібінде негізінен жауапкершілік шығар көбінесе, яғни сен жалғыз өзіңе ғана деген сияқты, жалғыз өзіңе ғана жауап бермейсің, сен басқа да адам бар саған сені ойлайтын деген сияқты, сен оны ойлау керексің. Біраз сондай нәрселер. Содан кейін жаңа айтып кеттім ғой, өмірдің үлкен толық версиясына кіресің деген сияқты. Сондықтан да андай кейбір бұрында ата-анаң саған айтқан нәрселерді енді түсініп жатасың. Мысал үшін сондай нәрселермен өмір қызығырақ болып, негізінен қызығырақ екен толық нұсқада. Сол ата-анаң кейбір айтқан сөздерін ұғасың. Ата-анаңмен мысалы бұрынғы Ақсұлтан, Вайнер Ақсұлтан сияқты емес, үлкен кісі сияқты сөйлесе алуың, олармен басқа тақырыптарда қозғай алуың, немесе олар сені міне ер азамат ретінде қабылдаған, маған өте ұнайды. Бірақ қалған жағында білмеймін, біз заманауи жастар болғаннан кейін біраз менде андай жоқ болды, бытовухаға кіріп кетті деген сияқты. Сол негізінен бәрі бұрынғыдай, яғни. Бірақ дегенмен де қазіргі бойдағы Ақсұлтан мен қазіргі әйелі бар Ақсұлтанды саралайықшы. Не өзгерді? Ең басты күн тәртіптеріңде мысалға. Таңертең оянғанда қасыңда жарың бар деген сияқты. Қасымда жарым бар, түнде жатқанда қасымда жарым бар. Білмеймін, менде бұрын мен 3-4 күн ұйықтамай сондай темпте жұмыс істей беретін Ақсұлтан болды. Қазір ондай жоқ әрине. Біреу қасыңда күтіп жатқаннан кейін бар. Уақытылы ұйықтау керексің, уақытылы тамақ ішем. Сол жағы енді дұрысталды. Бұрын бізде андеграунд өмір, яғни білмеймін, студенттік шақтан кейін таза нағыз сондай андай кездер ғой, андеграунд. Қазір жоқ, қыдыратын болғанда мәселе движнякта бізді жасап жүрген. Мен 3-4 күн бойы ұйықтамай вообще тіпті жұмыс істей беретін кездер болатын, яғни ертең өйткені сен бүгінгі күнің бітеді, сен ертең одан да қызықты нәрсе күтіп тұр, сен ұйықтап қалсаң, сен бітті, келесі күн полный ұйықтап қалуың мүмкін. Сондықтан да нон-стоп жұмыс істеген кездер болатын. Қазір өте маған ұнайтын Ақсұлтан ол күн тәртібімен 100% жүретін адам. Яғни мүмкін бәлкім осы нәрсені біраз ертерек ұққанда мен қалайда продуктивность, эффективность дейді ғой. Яғни жоғары деңгейде болушы еді деп ойлаймын. Қазіргі Ақсұлтан маған соңғы 2 айдан жүрген Ақсұлтан, оның күн тәртібі бар, оның белгілі бір уақытта, белгілі бір нәрсемен айналысатын Ақсұлтан. Соны ұнайды. Біраз ол жағынан біраз есеп таптым. Жарың екеуің бірге тұрасыңдар, яғни жоқ десең, әрине. Ата-аналардан жарыммен бірге тұрамыз, ата-анамнан бөлек. Ата-анам семейде ғой мен. Мен өзім Астанада, осында. Енді өзіңнің жұмысына көшсек, қазіргі уақытта қандай жобалармен айналысып жатырсыңдар? Қазіргі уақытта біз телевиденияда бұрын істедік, Хақашоу, Қазақстан ұлттық арнасымен істедік. Қазіргі уақытта аутсорсинг компания болдық, жұмыс істедік. Өте жақсы тәжірибе болды. Айтарлықтай қазіргі таңда бірақ
қайтадан ғаламтор желісінде қайтадан өзіміз жұмыс істеген бізге ыңғайлырақ сияқты, себебі андай дедлайн, бюрократия сияқты нәрселердің жоқтығы яғни ойды қыспайды, бір барьер қоймайды ешқандай, иә, сен еркін ойлай алатын жобасы жақсы, және де қай уақытта маған қазір жоба жасау керек деген сияқты, мысалы үшін ешкім сен нетіп отырған жоқ, сондықтан қай уақытта ішкі көңіл күйге байланысты, яғни дәл қазір мен жоба жасаймын деп солай жасай беретін бізге өте ыңғайлы. Қазір сол Instagram желісінде және де жеке Астана қаласында IF Studio деген шығармашылық бірлестік емес, шығармашылық орын деп плейс деп айтсам болады, яғни өзіміздің офис, яғни фото, видео студия аштық. Соның ішінде яғни өзіміз балалармен жұмыс істейміз. Балалар суретке түсіреді, ішінде видео түсіреді. Біз ішінде офис ретінде жұмыс жасаймыз. Сценарий жазамыз. Қазіргі таңда YouTube'қа қысқа жаңа шоу дайындап жатырмыз. Ол әзіл бағытында болатын шоу. Және де одан жеке өзімнің жеке бір шығармашылық демей қояйын, ол менің хоббиім шығар. Өзімнің бір жеке хоббиімді әлеуметтік желіге жүктеп келе жатырмын, бірақ ол орыс тілінде болады. Содан кейін өзіме тың Ақсұлтан, соңғы бір жылда ол ән орындап жүрген Ақсұлтан, музыкамен айналысатын Ақсұлтан, яғни бұл бағытта да кәдімгідей өзімде бір толқын, өзімнің бір жеке вайб бар екенін сездім, және де мен оны айтарлықтай қазақ тіліндегі аудитория үшін басқалардан көрі сапалырақ жасай алатынымды өзіме дәлелдедім десем болады. Сондықтан музыкамен және айналысу ол өте өзіме ұнайды, және де болашақта жоспарда осы музыкамен айналысу үлкен деңгейде деп айтайын. Білемін, оның барлығы шексіз ләззатым деген сияқты әндер талай хит парадтардың, әлеуметтік желідегі хит парадтардың бірінші орнында болды. Сіз ләззатын, жақында тағы да әндер шығып жатыр. Бәрібір ол ішкі дүниеге байланысты біз біраз еркін өмір сүреміз интернетта, сондықтан да біраз еркіндікпен туған шығармашылық әрине өзін адам табады деп айтсам. Слишком бұл бірақ солай айтайыншы. Түсінікті. Енді сен жаңа айтып жатырсың, телевизия саласында жұмыс істеу біз үшін үлкен тәжірибе болды. Телевизия саласы сендерге тарлық етті ме? Оның белгілі бір рамкасы дейміз, белгілі бір шектеуі бар. Мен түсінбедім, неге барлық айтады солай, типа телевидениеда жұмыс істесең ойбай қиын деген сияқты. Жоқ, білмеймін, біз Қазақстан ұлттық арнасымен келісім шартқа отырдық, Ерлан мырзамен сөйлестік, осындай жоба жасаймыз деп, және де қатып қалған ең басты қағида ол қазақ тілінде 100% болсын деген ғана қағида. Ол енді ол каналдың өзінің ұлттық арна болған. Ал былай андай мына жерінен кесіп тастау сияқты қиын нәрселер болғанда, ең қиыны бізге үлкен механизмнің ішінде жұмыс жасау болды. Яғни сен бір шешім қабылдау барысында саған ұзақ уақыт өту керек та, ол шешім мысалы үшін бірдеңе істеу үшін біраз сатылардан өту керек. Сол ғана қиындық туғызды. Бірақ андай сияқты барлығын жеке кесіп тастайды, немесе канал деген мынандай деген сияқты стереотиптер, ол шынымен стереотип сияқты менің ойымша. Еркін де жұмыс жасауға болады, оны өйткені таза лайтовый жобамен көрсеттік, яғни форматында біреу айтады форматында, біреу айтады форматында емес, бірақ бізге ешкім шектеу қойған жоқ ондай жоба жасауға, және елге ол жоба ұнады. Ұлттық арнаға сендер Незат жобасын дайындадыңдар. Ол жоба, яғни авторлық тұрғыдан қорғалған. Және де жаңа жылдық. Былтырғы 2017 жылдың жаңа жылын қарсы алған уақытта сендер скетч бір фильм дүние жасадыңдар, толыққанды фильм. Осының барлығында, мысалы, Незат жобасын талқылайтын болсақ, сендерде арнайы белгілі бір студия болған жоқ. Каналдың өзінің бағдарламалары студиясында жұмыс істедіңдер, сол жерде түсірдіңдер, Алматы қаласында, Астана қаласында. Бірінші маусымын, Одан кейін жалпы телевизиялық жобалар дайындау үшін сендерге қанша қаржы кетті, және сендерді кім қолдады? Кім қолдағанда, точнее, кім қаржы берген, мысалы үшін маған айтуға болмайды, келісім шарт бойынша қанша ақша кеткен
бірақ кім қолдағанда бізде қалай болды? Астана Media Week деген жыл сайын болатын шара бар. Сонда яғни шығармашылық топтар өзінің шығармашылығымен елге таныстырады. Сол жерде пленарный дейді, яғни министр Дәурен Әскербекұлының қатысуымен өткен жерде, яғни менің әріптесім Камил қорғады Незат жобасын. Мен ол кезде Алматыда съемкадамын. Кейін елге ұнады, яғни осы жобаны мүмкін каналдарға жұмыс жасап көрсе қалай деген сияқты әңгіме болды. Кейін оның алдында, яғни мен Инстаграмның 100% қолданушысымын ғой. Менде ең басынан бастап бір кішігірім әдет бар. Отырып алып адамдарға дайректіне жазу деген. Мен көптеген адамдармен, жұлдыздармен сол кезін, яғни 3 жыл бұрын, 4 жыл бұрын мен енді бастан барлығына отырып дайректке жазғыш болатын. Ұлға да қызға да. Яғни нетворкинг деп айтсам болады. Білмеймін, онда тұрған, мысалы үшін менде андай нәрсе жоқ, мысалы эго 100% қандай, олар мен дұрыс түсінбей қалады деген. Маған мен бауыр ретінде, бір шығармашылық бастап жатқан адам ретінде көпшіліктің қолдауы керек, яғни отырып жазатын Жанар Айжанованың комментарийлерінің астына біздің вайндарды көріп қайттыңыздар, күшті деп, ол кісі маған ответ жазады, көрдім күшті екенде. Сол сияқты көптеген Балғынбек, Имаш сияқты тіпті адамдар өзіне шығарып, кейін айтпақшы Ашаматай, Али Окапов, Баян Есентаеваның блогындамыз біз 3 жыл бұрын. Мысалы үшін сол сияқты бір күні отырып аудитория жинадық. Кейін мысалы үшін қазір 700 адам бар бізде. Осы 1 жыл бұрын деп айтсам болады. Тоже отырып, білмеймін неге екенін Ерлан мырзаға жазғым келді. Ерлан мырза, қайырлы күн. Почтаңызды жіберсеңіз, менде осындай өзімде жобалар бар еді, сізге көрсетсем деген сияқты. Ол кісі сәлем, міне почтам, осында жаз. Тік жаздым, ол кезде Незат емес, мен басқа бір жоба, биыл бастайын деп жатқан, қазір қыста бастайын деп жатқан бір жобам бар. Соны жібердім. Кейін Астана Media Week болды. Бізге тек қана Қазақстан емес, көптеген барлық каналдардың төрағаларымен жұмыс істеуге болатындай мүмкіндік болды. Бірақ ең бірінші өз тарапымыздан Ерлан ағаға жазғаннан кейін біз Қазақстан ұлттық арнасымен жұмыс істеуді шештік. Және де қақышау өзің білетіндей тек қана қазақша болғаннан кейін, Қазақстан ұлттық арнасы тек қана қазақша болғаннан кейін өзімізге бір қызық болды, істеп көрейік. Себебі оның алдында біз блогер болдық каналда, оның алдында әйел бақытында мен жұмыс істедім. Мысалы үшін маған аутсорс компанияда жеке өзімнің компанияммен келісім шартқа отыру деген сияқты қызық болды. Незат асырады бізді 1 жыл бойы, күшті. Екен бюджеті жақсы болды, телевизиялық жобалардың бюджеті жақсы болғанда асырады дегенде тек қана бюджет емес, мысалы үшін сапа жағынан жобаның, яғни мен көптеген, мысалы үшін бізге студияға, яғни декорация деген нәрсеге ақша бөлінген жоқ. Ақша бөлінген жоқ. Сол 2-ші маусымда, мысалы үшін декорация, ана біреу жерде тұрған андай жеке комната, адамдардың отырған, оның барлығын біз қақшау өзіміздің ақшамызға жасадық. Себебі бізге басында айтты, не үшін ондай 20 минуттық бағдарламаға студия керек, не үшін декорация керек. Окей, жарайды, бірақ әрбір сәтте планкадан секіргің келіп тұрады, асыққың келіп тұрады. Сондықтан да біз жасап көрдік, неттік. Асырады дегенде бұл бізді ел ішінде, яғни ортада жүруіміз, яғни соған барлығына, абыройымызға барлығына әсер етті, дұрыс. Сондықтан да мен ойымша былтырғы жылдың үздік жобаларының бірі сол Незат болды. 100% солай айтамын негізінде. 100% айтамын. Оның барлығын біз көрдік. Енді жалпы Хақашоуды Заңғар екеуің бастадыңдар. Студенттік шақтарың, сосын Заңғар бір уақытқа жоғалып кетті, ғайып болды, қайтадан келді. Үйлену тойыңда тіпті сенің жаныңдағы жігіт жолдас болды, дружок болды. Не болды, не үшін кетіп қалды? Не үшін кетіп қалғанда, кез келген компания деп қазір пафосын айтпай қойын, бірақ шыны керек, Хақашоу компания ретінде жұмыс жасайды ғой. Кез келген бірдеңен бастар алдында
тәжірибе керек болады, перемена дейді, яғни перемена керек болады. Осы сәттердің барлығын, яғни Заңғар екеуміз өткіздік. Кейбір жерлерде оның мысалы үшін жобадан шығып кетуі, оның ішіндегі өзінің жеке сұрақтары болды, яғни маған керек па бұл деген сияқты. Сол сияқты сұрақтардың болды, және де оның нәрселермен санасу керек. Кейбір кезде оған дискомфорт тудырды кейбір нәрселер, кейбір кезде біздің өзіміздің ішімізде мысалы бірдеңені, яғни задачаларды дұрыс бөлінісе алмай қалуымызы, көптеген нәрселер, және де ол кетті, біз ұқтық қай жерде қандай қателіктер болған, яғни осылай ол кету керек, яғни хайп жасаймыз деген сияқты әңгіме емес. Бұл бір табиғи болған, органикалық түрде болған нәрсе. Қайтадан қайтып келу, яғни үйленем деп шештім, окей. Мен негізі үйленуім соңғысын не затта жасайын ба деген, соңғы не затта әйеліме сол қораптың ішінен, бірақ үлгермей қалдым, бізге тезірек тапсыру керек болды. Сосын қалды, негізінен неге мен сол уақытта сөз салдым, негізі сол жерде сон жоба біткен, 8-ші серия біткенде сол жерде жасаймын, соңғысында күшті жауам, вообще кайфово болады деп ойлаған ғой. Содан кейін болмай қалды, тезірек өткізу керек болды, дедлайндар қысты, яғни оған бәріне уақыт керек, студия уақытылы алынған, сол сияқты нәрселер. Сосын Заңғарға хабарластым, енді ең ұзақ мен мектеп кезінен білетін сен, мен қазір білмеймін, біреуді келіп қой алмаймын, дружок ретінде. Сондықтан жобадан тыс, бұл жобаның әңгімесі емес, жеке өзіміздің қарым қатынасымыз. Сондықтан мен үйленейін деп жатырмын, сен қазір маған көмегің керек, қолдауың керек. Бұл бір өте жауапкершілігі мол сәтте. Жарайды дедік, кеттік, сразу тақтаны алдық, жаздық, не жасаймыз қазір. Короче, мына жерде былай гүл беру керек, мынау бүйту керек, тақтаға бұрынғыдай, яғни сразу бұрын медиа жоспарды барлығын жаздық, тақтаға сызып, мынау істейді, мынау істейді. Сөз салдық, кейін болатын тойға дайындалдық, яғни тойға сол сәуір айынан бастап тіпті дайындалып кеткен шығармыз. Ең бірінші нәрсе қонақтарды күтіп алу, одан кейін оларды қонақтар болғаннан кейін, яғни семейге көптеген мен достарым бірінші рет келді. Оны семейге әуежай жоқ бізде, әуежай жоқ, бар әуежай, оның сөйтіп айту келген адамдарды аяғын жерге тигізбей күтіп алатындай жоспар жаздық. Мен неге мысалы үшін сол мамыр айының соңынан қазіргі уақытқа дейін біраз жоба ретінде біз ештеңе көрсете алмадық. Себебі әрбір өмірдің әрбір сәті ол кішігірім жоба, бәріне сол сияқты дайындалу керек. Барлығына отырып смета жазасың, барлығына отырып координатор керек. Сол сияқты. Сондықтан да той мен үшін үлкен жоба болды. Мысалы үшін оны да мысалы контент ретінде адамдар көрді. Адамдарға негізі қызық екен, негізі той деген нәрсе. Бүкіл Қазақстан сол күн парақшама кіріп кетті ғой. Миллиондаған адам кірді, статистиканы қарап айттым. Иван, сен үйлене беру керек екен ғой, баяғыда не істеп? Заңғар келесі сен үйленеміз. Сол сияқты. Негізінен қалай айтсам болады, барлығы өз уақытымен келе жатыр. Және де әрбір Қазақстан ұлттық арнасымен жұмыс болсын, ол басқа біреумен жұмыс болсын, өзінің тәжірибесі мол, яғни бізді адам ретінде, жоба ретінде қалыптастырып келе жатқан сәттер деп есептеймін. Түсінікті. Енді қазақта мақал бар. 8 қырлы, 1 сырлы деген, өзіңнің 8 қырыңмен 1 сырыңды айтшы. Окей. 8 қырлы деген. 8 деп шектемей қойын, негізінен көп нәрсемен айналыса алам, және де көп нәрсемен айналысам, және кез келген нәрсемен айналыса алам. Яғни менің мендік ойлау қабілетімде мен тек осы нәрселермен ғана шектелдім деген нәрсе жоқ. Мен қайтадан басынан бастап, мысалы үшін кез келген нәрсені оқып ала алатыныма 100% сенімім бар, және оны бір өзінің бір жоғарғы деңгейіне дейін жете алатындығында. Бұл менің өзіңе деген сенімділік емес пе? Бұл сенімділік емес, яғни бұл сен адам болғаннан кейін, яғни сен кез келген нәрсені істей алатындығында. Бұл жерде көбінесе просто қорқыныш деген нәрсе бар, және де
мендік егер мен шешім қабылдасам қазіргі таңда мен мына медиа емес мүлде бөлек мысалы үшін мысал үшін мүлде бөлек білмеймін қазір өзімнен жат мысалы аспаз жағынан өзімді көріп жатырмын және де мен айналыса алатынымды білемін да өйткені мен ол нәрсе ең бастысы саған ұнаса болды сен жетесің яғни 8 қырлы ғана емес мыңдаған қырлы мен мысалы үшін өз достарымнан сұраймын ғой сен немен айналысқың келеді деп бәрімен мен балалар кейбіреулер бар әрине тек бір нәрсемен айналысу керек соны ұшына дейін жеткізу керек деген бірақ кейбір балалар бар нәрсемен айналысу керек себебі бұрынғы өзің мысалы үшін білетін кездер 21 ғасырда емес оның алдындағы дәуірлерде адамдар біреу физиканы зерттесе де музыканы зерттесе де жан жақты айналыса берген және де ешқандай шектеу болған жоқ оған сол сияқты бізде де менің ойымша кез келген нәрсемен менде мысалы қорқыныш жоқ музыкамен айналысуға мен және де егер онымен белгілі бір уақыт айналысып өзімді нетсем деңгейім мысалы үшін қазіргі таңдағы эстрада жұлдыздардан әлдеқайда жоғарырақ болатынына сенімдімін бірақ әзірге мен ол ішімнен шығып жатқан нәрсе тек уақыт келген кезде ғана шығарып жатырмын оны прям кәсіп ретінде ойбай мен ақша табамын музыкамен деген сияқты жоқ адамдар тыңдайды тыңдасын қазір осындай ол сенің бұл ойдың барлығы ішкі эгоң емес жалпы ойлау қабілетіңнің шексіздігінде деп түсіндім мен солай ойлаймын мысалы мен сенімдімін өзіме дейтін болсақ ол эго жатқызады ал сенің айтып тұрған дүниеңді мен түсіндім көрермендер жасайды деген ойдамын басқаша ойлап қалмайық жоқ басқаша ойлап қалмаңыздар кез келген нәрсені істей аласыздар мысалы үшін хқ-шоудың өз ішінде мысалы менде оператор монтажер ешкім болмай қалған өзінде мен 100% ноутбукты алып дәл сол сападағы монтажды мен өзім жасай аламын бірақ әрине мен барлығын өзім істей аламын екен деп істей берсем ол тағы да мені ең соңында бір құлдырауға алып соғады мен ішкі хаосым болады және де сондықтан әр нәрсе өз орнымен бірақ негізіне келгенде мен істей аламын деп айта аламын ол нәрселер және білгенің дұрыс қой егер мен ол нәрсені монтажды білмесем мен ертең мен монтажерім маған айтуы мүмкін 5 күннен кейін өткіземін мен білемін ол нәрсе 5 сағатта жасалатынын мен оған айтамын неге 5 күн 5 сағатта жасай аласың деген сияқты сондықтан да өз ісіңмен айналысқан кезде білгенің дұрысырақ себебі өмірді жеңілдетеді негізінде және де егер де доп мяч на другой стороне дейді ғой не на моей доп басқа біреудің жағында болған кезде ол әлдеқайда ұзақ уақытқа созылып кетуі мүмкін ал егер де доп мен жақта болса мен оны тез істеп тастай аламын маған керек болса істеймін Ақсұлтан біз сұхбатымызды аяқтадық біраз әңгімелер айттық сенің шығармашылығың жеке өмірің жалпы телевизиялық жобалар туралы достарың өмірлік принциптарың бәрі қамтылған сияқты енді әрі қарай өтек екінші бағытымыз біздің 1 минут деген айдарымыз бар яғни 1 минуттың ішінде саған 15 сұрақ қоямын сен сол сұрақтарға қысқа да нұсқа жауап беруің керек келістік па ол үшін бізге көмектесетін мынандай құмсағат өзің қайта сұрап отырған құмсағат осы арқылы бастаймыз кеттік кімнің шашына жаңбыр жауғанда су тимейді шапкасы бар адамдар шығар что жас бойдақтың кәрі бойдақтан айырмашылығы жас бойдақтан кәрі бойдақ денсаулық бір күнде неше іс бітіресің 8 сенің әйеліңнің інісінің досы саған кім болады ешкім болмайтын сияқты братишка қара жүретін братишка не істеушісің қалайсың деп болды сондай ғана қызыл теңізге ақ орамал салса не болады қызыл теңізге ақ орамал салса ақ орамал су болады жұмылулы көзбен не көруге болады жұмылулы көзбен барлығын көруге болады Астана немесе Алматы Астана Мега Силкой немесе Керуен Сити Мега Силкой көлікті қандай жылдамдықпен айдайсың 60 сергек сүйікті тамағың тамағым әйелімнің тамағы Ақсұлтан біз 1 минуттың ішінде 15 шақты сұраққа жауап беріп үлгердік енді осы сұхбаттан алған әсеріңді мына бір смайликтермен ішкі көңіл күйіңді бейнелеп бөліссең саған менің ойымша мынандай болған сияқты жаңа 1 минуттың сұрақтарынан иә тұр осыны көрсетші енді
қарап алып